Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Алдымызда қыс келе жатыр. Осындай салаттарды көп жегенді ұнатамыз. Магазиннан 2000-3000 теңгеге алғаннан көрі келіңіздер, мен сіздерге осының рецептін тегін беремін, бірге дайындап көреміз. Бізге керек болады Пекин қырыққабаты. Мен екі данасын қолданатын боламын. Қалауларыңызға қарап, көп мөлшерде 3-4 де қолдансаңыздар болады. Бірінші қырыққабатымызды жақсылап жуып алатын боламыз және сапалы тұзымыздан пайдаланатын боламыз. Осылай 4 бөлікке, үлкен бөліктерге бөліп аламыз. Пекин қырыққабатымызды және үлкендеу ыдысымызға салып шығатын боламыз. Осылай салып, жақсылап тұздайтын боламыз. Тұзымызда сапалы болғаны жақсы. Неке араларын ашып тұрып, тұздарды сеуіп аламыз. Неке осылай тұздарды себіп, осылай жақсылап тұздап боламыз және үлкенде ыдысымызға салып, үстін жауып, ауыр затпен бастырып қоятын боламыз. Кемінде 1 күн тұруы керек. Осылай арасында 3-4 сағаттан кейін араластырып, орындарын ауыстырып қоямыз. Жақсылап және қайтадан бастырып қоямыз. 1 күн өтуі керек. Енді 1 күннен кейін капустамыздың мөлшері азайып, жақсылап сулары шығып, көріп тұрсыздар, әбден су шыққан. Енді осы қырыққабатымызды жақсылап жуып аламыз, тұзынан кетіріп аламыз. Араларында жақсылап жуамыз және басқа ыдысқа салып қоямыз. Енді тұздығын дайындайтын боламыз. Бізге керек лавр жапырағы, чеснок 4-5 данасы, қара бұрыш және ашты және қызыл бұрыштың езбесі. Оны мясорубкадан алдын ала шығарып дайындап қойдым. Ашты бұрыш және қызыл бұрыштан. Описанияда грамын жазып қалдыратын боламын және су қолдандым. Бәрі ингредиенттерімізді қосып араластырып аламыз. Тұздығымыз дайын болды. Қатты суды көп құйып жібермеңіздер. Тұздығымыз дайын, әп-әдемі қып-қызыл болып, қараңыздар, қандай керемет болып тұр. Енді басқа ыдысымызға қырыққабаттарымызды салып, жақсылап жайып аламыз және осы тұздығымызды қолымызбен салып шығатын боламыз, арасына сүріп шығамыз. Қалауларыңызға қарап, перчаткамен, қолмен де жасасаңыздар болады, ыңғайлы етіп. Көп жағып жіберудің қажеті жоқ. Егер үйде кішкентай балалар болса, ашты болып кетеді. Осылай бәр жеріне тұздығымызды жақсылап сүріп шығамыз. Үстін басып, тағы 1 күнге қалдыратын боламыз. Бір күннен кейін контейнерлерге салып, холодильникке салып сақтасақ болады. Осылай күшті, дәмді, хош иісті, күмбір салаттарымыз дайын. Ас болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.